Құрметті тіл ғылымы каналының көрермендері, мен бүгін сіздерге оқыту әдіс-тәсілдерінің 1-3 түрін ұсынғым келеді. Біріншісі SMS хабарлама деп аталады. Оқушыларға қағаздан жасалған қалта телефондарынан SMS хабарлама жазу тапсырылады. Хабарлама ұсынылған сөйлемдердің толықтырылған немесе аяқталған нұсқасы болуы қажет. Бүгінгі сабақта мен түсіндім, білдім, ақиқатына жеттім. Оқушылар өздерінің осы сабақта нені үйреніп, нені түсінгенін, нені білгенін жазады. Бүгінгі сабақта мені қуантқаны, оқушы өзін осы сабақта не қуантқанына байланысты мәлімет қалдырады. Мен өзімді осындай тапсырмаларды орындай алғаным үшін мақтан етемін деген тәрізді, мақтар едім деген тәрізді құрылымда сөйлем жазады. Маған ерекше ұнағаны деп өзіне сабақ барысында ұнағанын, сабақтан соң мен мыналарды жасағым келеді деп, одан кейін игерген материал негізінде қандай нәрселер жасағысы келетінін жазады. Өзінің не туралы армандайтыны туралы жазады. Мен армандаймын деп. Бүгінгі сабақта мен қандай нәрселерді жасай алғандығы туралы мен жасай алдым деп өзінің не жасай алғандығын толықтырып жазып шығады. Немесе мен орындадым деген құрылыммен өзі үшін сабақта не қызықты болғандығын, қандай тапсырмаларды орындау қиын болғандығын, нені түсінгендігін, енді нені түсінгісі келетіндігін, енді қалай жалғастырғысы келетінін, нені сезінгенін, не үйренгенін, не таңғалдырғандығын, тағы осындай сияқты SMS хабарламаларды жазады. Бұл арқылы мұғалім өзіне оқушылардан кері байланыс алып, өзіне қажетті талдаулар жасап, сабақтың қай тұсын жетілдіру қажет, сабақта тағы қандай әдіс-тәсілдерді қолдану қажет деген сияқты қорытынды шығара алады. Екінші ұсынылатын тәсілдің аты синектика тәсілі деп аталады. Синектика тәсілі ой қозғаудың жетілдірілген түрі болып саналады. Егер ой қозғауда идеяларды топ құрамына кездейсоқ түрде жиналған оқушылар келтіретін болса, синектикада идеяларды сарапшылар, яғни осы мәселе бойынша хабардар, осы бағытта жұмыс жасап жүрген оқушылар жинақталып, талқылап қорытындылайды. Мұнда проблеманы құрастыру жұмысы бірнеше кезеңдерден өтеді. Идеялардың туындауынан сараптауға қарай және сараптаудан керісінше қайтадан идеяларды келтіруге қарай өтеді. Синектиканың негізгі мақсаты ой қозғаудағыдай жаңа идеяларды келтіріп, бірлесе талқылау барысында оларды проблема шешетіндей деңгейге жеткізу. Бұл жұмысты тәсілменен жұмыс орындату барысында да оқушылардың, білім алушылардың қиялы ұшталады, ойлау өрісі кеңейді және олар шешім шығару дағдысына ие болады және оны жетілдіреді. Және ынтымақтастықта жұмыс істеу мәдениетінде қоса игереді. Үшінші тәсіл сөзден сөйлем, сөйлемнен мәтін деген тәсіл. Бұл жерде шашылған түрлі сөздердің ішінен бір-біріне мағынасы қабыспайтын үш сөзді суырады. Мысалы, өзен, қарындаш, аю деген секілді. Осы үш сөзді кіріктіре отырып сөйлем құрастыру керек болады. Кімнің сөйлемі қызықты әрі ерекше болатынына көңіл аудару керек. Бұлай құрастырылуы мүмкін. Бала қолына қарындаш алып, өзенде шомылып жүрген аюдың суретін салды деп. Немесе екінші бір шығармашыл оқушы қарындаштай ап-арық бала өзен жағасында тұрып, аюдай ақырып, өгіздей өкіріп жылады деп құрастыруы мүмкін. Бірнеше нұсқаның ішінен біреуін теріп таңдап алып, тақтаға жазып қояды да, келесі үш сөзді суыртып, тағы да сөйлем құрайды. Одан бір сөйлемді таңдап алып, оны да тақтаға жазып қояды. Соңында тақтаға жазылған сөйлемдерді құрастырып, мәтін жазу керек болады. Мәтінді әрқайсысы өз дәптерлеріне жазуларына да болады. Сөзден сөйлем, сөйлемнен мәтін тәсілі арқылы оқушылардың, білім алушылардың сөз мағынасының тіркесімділігін, оның ішінде лексикалық тіркесімділігін, синтаксистік тіркесімділігін игертуге мүмкіндік алады, шығармашылығын дамытады, қиялын, ой өрісін кеңейтеді және оқушылардың сөз мағыналарын толықтай игеруіне жағдай жасалады. Назарларыңызға рахмет. Бүгінгі сіздерге ұсынып отырған ақпаратқа кері байланыс жасап, тіл ғылымы каналына пікір қалдыруларыңызға болады.
Сау болыңыздар.